Өзгеге арқа сүйей берме, бәрібір өзіңе қажеттіні өзің шешесің. Қара түнекке кіріп кеттім деп қапаланба, күте білсең, қара бұлт ыдырап күн шығады. Бай болып кететініне сенбейінше, бай болуға ешкім дайын емес. Өзіңе сенші, сол кезде өмірді қалай сүру керек екенін бірден ұғасың. Өзіңізге деген сенімсіздік сәтсіздіктің негізгі себепшісі. Сізді өзіңізге сену сенімінен айыруға тырысатын адамдардан бойыңызды аулақ ұстаңыз. Бұл қасиет ұсақ адамдарға тән. Ұлы адам керісінше сіздің де ұлы адам бола алатыныңызға сендіреді. Егер сіз біреуге бірдеңе дәлелдегіңіз келсе, демек сол адам үшін өмір сүріп жатырсыз. Баланы жиі сынаса, ол кінәлауды үйренеді. Қателік жіберген баланы құрметтеңіз, сол кезде ғана ол қатесін түзете алады. Бала дүниеге келгеннен бастап өзін-өзі дамытуға және жеке адам ретінде қалыптасуға қабілетті. Оның ішкі жан дүниесіне ерекше күш бар, ал үлкендердің міндеті сол энергияның жұмсалуына жағдай жасау. Өзіңді әр қадам сайын тоқтата білу керек, және бұл әдетке айналғаны жөн. Өзін тоқтата білмейтін адам тежегішсіз машина сияқты. Балдың тәттілігі сонша, ең соңында ащылық сезіледі, көп болған сайын дәмі кетеді. Өзін жеңген адам қаһарман, өзін түсінген адам данышпан. Дұрыс екеніңді дәлелдеуге ешқашан тырыспа, өйткені сол кезде қателесесің. Жылы киім суықтан қорғайтыны сияқты, әсер етуде реніштен сақтайды. Сабыр мен тыныштықты көбейтіңіз. Реніш қанша ащы болса да сізге тимейді. Өмірде күрделі ештеңе жоқ, біз күрделіміз. Өмір қарапайым нәрсе. Ол неғұрлым қарапайым болса, соғұрлым дұрыс болады. Сіздің миыңыз сіз бағуға немесе жүгіруге болатын бақ сияқты. Сіз бағбансыз, және сіз бақшаңызды өсіре аласыз, немесе оны бос қалдыра аласыз. Бірақ сіз өз жұмысыңыздың немесе өз әрекеттеріңіздің жемісін алуыңыз керек екенін біліңіз. Өзіңізге жәбірленушінің мәртебесін беруден аулақ болыңыз. Жағдайыңыз қаншалықты жиіркенішті болса да, бұл үшін сыртқы күштерді кінәламауға тырысыңыз. Мемлекет, бастықтар, ата-ана, балалық шақ, тағы басқа. Бұл нәрсені кінәлайтын сәтте сіз бір нәрсені өзгертуге деген жігеріңізді бұзасыз. Көптеген адамдар бұл өмірдің сынақтары міндетті түрде өткен күнәлар үшін жаза деп санайды. Бірақ пештегі металл күнә жасағаны үшін қызады және жазалану керек пе? Бұл металдардың қасиеттерін жақсарту үшін жасалды ма? Егер сізде алма болса, менде алма болса, және осы алмаларды айырбастасақ, сіз бен бізде бір алма қалады. Ал егер сізде идея болса, менде идея болса, және біз пікір алмассақ, онда әр қайсымызда екі идея болады. Өзін тапқан адам басқалардың пікіріне тәуелді болмайды. Өз ісіңмен айналыс. Басқалардың саған қалай қарайтынын маңызды деп санама. Өйткені Алланың үкімі ғана рас. Басқаны былай қойғанда, адамдар өзін жақсы танымайды. Адамдар көп нәрсені істей алмаймын деп ойлайды. Содан кейін олар тығырыққа тірелген кезде, олар көп нәрсені істей алатынын кенеттен біледі.
ешқашан өзіңді аяма және ешкімнің мұны істеуіне жол берме. Табысты адам басқалар лақтырған тастардан берік іргетас тұрғыза алатын адам. Қандай өмірлік жағдайға тап болсаңыз да, бұл үшін айналаңыздағы адамдарды кінәлаудың қажеті жоқ. Тіпті көңіліңізді қалдырмауыңыз керек. Неліктен емес, неліктен мұндай жағдайға тап болғаныңызды түсіну маңызды. Сізге жақсы қызмет ететіні сөзсіз. Әлемдегі ең үлкен өтірікшілер көбінесе өзіміздің қорқынышымыз. Көңілсіз және түсініксіз болу өте оңай, мейірімді және түсінікті болу қиын. Әлсіз адам жоқ, бәріміз табиғатымыздан күштіміз. Біздің ойларымыз бізді әлсіз етеді. Әйелдер естігеніне, ерлер көргеніне ғашық болады. Сондықтан әйелдер боянады, ал еркектер өтірік айтады. Бірдеңе істегенде тек өзіңе ғана сенген дұрыс. Түсінікті болыңыз, бірақ түсінуді талап етпеңіз. Өмірдегі ең басты қажеттілік сұранысқа ие болу сезімі. Адам өзінің біреуге керек екенін сезбейінше, оның өмірі мағынасыз, ойран болып қала береді. Өткенді өзіңізбен бірге алып жүру тым ауыр болуы мүмкін. Кейде болашақ үшін бұл туралы ұмытуға тұрарлық. Егер сізді жақын адамыңыз сатып кетсе, қанша қиын болса да үмітіңізді үзбеңіз. Есіңізде болсын, тағдыр сіздің өмір жолыңыздан артық нәрсені алып тастады. Қараңғы бөлмеде қара мысықты табу өте қиын, әсіресе ол жоқ болса. Кейде Құдай сізге алтынды қайтару үшін сіздің өміріңізден күмісті алады. Бастысы мұны уақытында түсіну. Мен 10 000 түрлі соққыларды үйренетін адамнан қорықпаймын. Мен бір соққыны 10 000 рет үйренген адамнан қорқамын. Достарыңыздан кемшіліктеріңіз туралы сұрамаңыз. Достар олар туралы үндемейді. Жауларыңыз сіз туралы не айтатынын біліп алғаныңыз жөн. Әрбір қате сізге үлкен сабақ болсын. Әрбір күннің батқаны өте жарқын және үлкен таңның басы. Менің үшінші ережем әрқашан тағдырдан гөрі өзімді жеңуге ұмтылу. Дүниедегі тәртіпті емес, өз қалауымды өзгерту болды. Интеллект дегенде мен негізінен ең сирек кездесетін туа біткен қабілет өзгеге өз-өзіңе салмақ салмау. Комментарийға өз пікіріңізді қалдырыңыз. Сіздің әрбір қолдауыңыз мені шабыттандыра түседі. Арнама тіркеліп, жақындарыңызбен пайдалы кеңестермен бөлісуді ұмытпаңыз.